Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен мен ең керемет балды торттың рецептісімен бөлісемін. Бұл тортты мен көптеген рецепттермен жасап көрдім, бірақ та ішіндегі ең ұнағаны осы рецепт болды. Жасалу жолын көргіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Ең бірінші ыдысымызға табиғи балымызды, қантымызды және бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Осы заттарымызды толықтай барлығы ерігенше су моншасында жақсылап ерітіп аламыз. Дайын болған массамызды осындай үлкенде ыдысқа құйып, кішкене суытып, үстіне қопсытқышымызды және суыған массамызға бір-бірлеп жұмыртқаны жарып жақсылап араластырамыз. Негізінде 2 жұмыртқа саламыз, видеоға 1 жұмыртқамыз кірмей қалыпты. Сосын ұнымызды осылай електен бөліп салып, араластырып, қамырын дайындаймыз. Қамырымыз қоюлана бастаған кезде осындай қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қамырымызды тындыруға 15 минутқа тоңазытқышқа жібереміз. 15 минуттан соң қамырымыз кішкене қатаяды. Сол кезде осындай бөліктерге бөліп, менде 6 бөлік шықты және осындай шарик жасаймыз. Осы қамырларымызды астына пергамент қағазын төсеп, кішкене ұн сеуіп, осылай өте жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырымыз міндетті түрде дөп-дөңгелек болуы маңызды емес. Піскеннен кейін жан-жағын кесіп, әрлеу үшін пайдаланамыз. Жұқа етіп жайылған қамырымызды шанышқымен әр жерінен тесіп, пешке 3-4 минутқа жібереміз. Күйіп кетпеуін қадағалау керек, өйткені қамырымыз өте тез піседі. Қамырымыз осылай қызарып, піскен кезде осындай кольцомен кесіп аламыз. Менде диаметрі 22 сантиметрлік торт шығады. Жан-жағындағы қорждарын әсемдеу үшін алып қаламыз. Қорждарымызды ыстық кезінде кесу керек. Салқын кезінде кессеңіздер, барлығы сынып кетеді. Енді тортымызға кремімізді дайындаймыз. Ол үшін сап-салқын осындай 33-35% сливкиімізді бірінші салқын ыдысымызға құйып, жақсылап баяу жылдамдықтан бастап, жылдамдығын көтере отырып, кішкене қоюланғанша миксерлеп аламыз. Сливкиіміз осындай қоюланған кезде оған творожный сырымызды және қант ұнтағымызды қосып, жаңағыдай баяу жылдамдықтан бастап, жылдамдығын әр 30 секунд сайын көтере отырып, креміміз өз формасына келгенше жақсылап миксерлейміз. Креміміз дайын болды. Мінекей осылай өз формасын жақсылап ұстап тұру керек. Енді дайын қорждарымызды жинаймыз. Менде 6 дана шықты. Кәдімгідей бұл қорждарымыз қазір сақырлап қатып тұр. Енді осы қорждарымызды ыдысымызға қойып, үстіне дайын кремімізді осылай жағып шығамыз. Сосын оны сыртынан кольцомызды кигіздіп, сол кольцоның ішінде барлық қорждарымызды қатарластырып, осыны арасына крем жағып жинап шығамыз.
Кремімізді барлық коржға толықтай жағып болдық. Енді кремдері қатуы үшін тоңазытқышқа 2 сағатқа жібереміз. Енді жан-жағындағы корждарды оқтаумен немесе блендермен майдалап, әсемдеу үшін пайдаланамыз. Келесі дайын тортымызды тоңазытқыштан алып, осылай жан-жағын пышақпен кесіп, сыртындағы кольцомызды аламыз. Қалған креміміздің барлығын жан-жағына осы видеодағыдай етіп жағып шығамыз. Тортты өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен осылай ортасына дөңгелек шеңбер қойып, жан-жағын майдаланған коржбен қаптап шығамын. Менде осындай болды. Енді ортасына құлпынайды әсемдеу үшін қойып шықтым. Осымен тортымыз дайын болды. Мен бұл тортты тағы да 2 сағатқа тоңазытқышқа қоямын. Тоңазытқышта неғұрлым ұзағырақ тұрған сайын корждарымызға крем жақсы сіңіп, жұмсақ, нәзік болып шығады. Егер сізге видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.